Буын үндестігі. Буын үндестігі бізде сингармонизм деп аталады. Сөз ішіндегі дауыстылардың бірыңғай не жуан, не жіңішке, сондай-ақ бірыңғай еріндік не езулік болып әуендесіп айтылуы буын үндестігі деп аталынады, яғни сингармонизм. Сингармонизм заңдылықтары. Бірінші заңдылығы: сөздің алғашқы буыны жуан болса, келесі буындарда жуан, немесе соңғы буыны жуан болса, соған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Мысалы, балалар, малшылар, қаладағыларымыз деген сияқты жалғанып отырады. Екінші заңдылығы: сөздің алғашқы буыны жіңішке болса, келесі буында жіңішке, немесе сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Мысалы, әншілерге үйдегілеріміз.